Адамға үйді бердің деді. Маған нені бересің дегенде, сенің үйің дәретхана, монша, лас жерлер деді ағайындар. Біз дәретханаға кіргенде оған қарамаймыз ғой ағайындар. Дәретханаға кіргенде сол аяқпен кіріңдер деген. Сол аяқпен. Міне 15 ғасырға жуық уақыт болып қалды, 14 ғасырға жуық уақыт болып қалды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен хадисі, сол аяқпен кіріп бара жатқанда жүрек қысылса, сыртқа құлайды екен адам. Ал дәретханаға оң аяқпен кіріп бара жатқанда жүрек қысылса, ішіне құлайды екен. Алла сақтасын. Дәретхананың ішінде жүріп кетіп өліп қап дегенде масқара ғой. Сондықтан сол аяқ әдебін қараңыздар. Мына әдепті қараңыздар. Ақыр әдептен бастадық қой. Қараңыздар. Және дәретхананың әдебі жақындап қалған кезде деп дауыс шығаратын біздің ақсақалдар баяғыда. Сөйлемеу, дәрет шығару. Ішінде отырғанда деп қойсаңыз болды. Балам қайдасың десе, мен туалеттемін деп ұратты, мен дәретханадамын. Болмаса туалетпен сөйлесіп отыр, туалетте телефонмен сөйлесіп отырады ішінде. Қалайсың десе, әлхамдулилля дейтіндер де бар, Алла сақтасын да. Мән бермейді ағайындар. Дәретхананы ол жерде сөйлеуге болмайды, ол жерден шығып кету керек. Алла сақтасын. Айттым ғой, міне ол кімнің үйі екен, лағнатулланың үйі. Стайзбилля. Аллахумма инни аузубика минал хубси вал хабаиз деп кіреді. Дұғасы бар өзінің. Алла түрлі бәлекеттен сақтағын соның ішінен шыққанда деп. Ғуфранака деп шығады шыққан кезінде.